Әйел изменасының белгілері, қияметтің белгілері деген молдалар сияқты болды ма, сонымен кеттік. Ең біріншісі, ол сіздің ішіңізге келген күдік. Күдік тектен тек келмейді, значит, күдіктенуге бірдеңе бар. Одан кейінгі белгісі, әйеліңіз үйде 2-3 күн бойы түсініксіз себептермен жатып алып жылауы. Бұл кезде изменаның алғашқы кезеңдері, яғни оның ішіндегі қалған құтқан аруждан, сізге деген қалған құтқан сыйластығы жанын жылатып, көз жаспен шығып кетіп жатыр. Бұдан кейін сіз еркек ретінде ол кісіге күйеу емессіз уже. Тек желеп қатын деген аттан қорғанатын ширма ғанасыз. Одан кейінгі белгісі сізбен сөйлесуден қашу. Яғни, бұрын сізге көңіл бөл менімен сөйлес деп жүрген әйел сізбен контакттан қаша бастайды. Одан кейінгі белгісі телефонға көп үңіліп, телефонға қарап отырып, бір күліп, бір жылап, бір мұңайып деген сияқты көңіл күйі синусоида болып ойнап тұрады. Яғни, жаңағы байланысқан жігітімен бұлар махаббат құрады ғой. Сол кезде адам жастық кезеңіне түседі қайтадан, содан кейін романтика басталады, ұрсысады, керіседі, қайта татуласады, көңілдері көтеріледі. Сол кезде сол болып жатқан ситуацияға байланысты әйеліңіздің көңіл күйі құбылып отырады. Одан кейінгі белгісі ваннада, туалетте сағаттап қамалып отыра беруі. Мейлі, еркектер тиктокқа кіріп алып, унитазда отыра береміз ғой. Әйелдер ондай емес. Әйелдер ваннаға, туалетке қамалып жатса, онда что-то тоже не то. Одан кейінгі белгісі секстағы өзгеріс төсектегі. Яғни, бұрын сізбен төсекеге жақсы болса, онда сізбен алыстай бастайды, тіпті бөлек бөлмеге жатып бастауы мүмкін. Не болмаса, бұрын араңызда секс дұрыс болмаса, бұрын сіз сұраған нәрселерді жасамай жатқан болса, жаңа нәрселер жасауы мүмкін сізге. Одан кейінгі жаңа іш киімдер, сексуальный. Байқасаңыз, түрлі-түрлі жаңа сексуальный бельелер алып бастаған. Бірақ бұл сізді қуанту үшін емес. Одан кейінгі белгісі салонға көп барғыштап бастайды, маникюрі көбейеді, боянуы көбейеді. Короче, сұлулана бастайды. Ғашық боласың ана қатыныңа. Бірақ ол да сен үшін емес. Уже кетті. Одан кейінгі белгісі, сен сапарға шығатын болсаң, немесе сен тойға баратын болсаң, ол әйел сені қуана-қуана шығарып салады. Яғни, үйден кеткеніңе қуанады. Себебі, бұл уақытта не істейді? Молодец. Яғни, өзінің төркінінде той болып жатса да, өзі бармай, сені жібере салуы мүмкін. Барып айтасашы сен деп. Көрдіңіз бе? Ойнастың құдіреттілігі қандай күшті екенін. Ары қарай кеттік. Келесі белгісі сенімен бір уақытта ұйықтауға жатпау. Не сен ұйықтап қалғаннан кейін келіп жатады, не болмаса сенен бұрын барып ұйықтап қалады. Одан кейінгі белгі биге барам, бассейнге барам, жүзуге барам, анаған барам, мынаған барам. Жаңа хобби, жаңа интерестері көбейіп кетеді. Бұның бәрі не үшін? Әрине, ол өз-өзіне қарағаны, дамытқаны дұрыс қой әйел баласының. Бірақ та бұл ол нәрсеге барып жатқан жоқ, ол да тек ширма. Яғни биге барам, анаған барам, бассейнге барам деп кетіп, басқа жаққа барып келеді. Қайда барып келетіні түсінікті шығар. Одан кейінгі белгісі, телефон ұстап қалған жағдайда бетіне истерический улыбкасы шығып, ана телефонды сенен қайтадан алғанша жаны тыныш таппайды. Себебі біреу жазып қалама деп қорқады. Одан кейінгі белгісі, сен алыс сапарда жүрген кезде, немесе ол басқа жаққа шыққан кезде хабарлассаң, телефонға сенің сөзіңді до конца тыңдамай өшіріп тастауы мүмкін. Не болмаса, өзінен өзі жүрген жерде фотоға түсіріп, видеоға түсіріп, саған отчет беріп отырады өзінен өзі. Сен сұрамасаң да, яғни мен тазамын деп өзін дәлелдегісі кеп тұрады. Бірақ та бұл фотолар алдын ала түсіріліп, сценарий бойынша дайындалып қойған болуы мүмкін. Яғни, сен хабарласып қалған кезде, мына жерде жүрмін деп дайын тұрған фотоны жібере салуы да мүмкін. Одан кейінгі белгісі, егер жақсы ақша табатын әйел болса, саған қымбат подарка жасап бастайды. Яғни, саған ұнайтын, сенің көңіліңді көтеретін, сенің қолың жетпей жүрген нәрселерді саған сыйлай бастайды. Бұл енді әрине, ана психикасының сау жағы істеп қалған кезде өзін кінәлі сезінеді,
ұятты сезінеді. Сол больді осы саған сыйлық жасау арқылы жауып жатырмын деп ойлауы мүмкін. Одан кейінгі белгісі, әйеліңіз как будто ақ бұлттардың арғы жағында ауада қалықтап жүрген сияқты сезім болады. Сіз не айтсаңыз да жүре тыңдайды, сөйлеген сөзіңізді естілмейді, естісе де түсінбейді, қайталап сұрасаң ау деп жауап береді, яғни ауада қалықтап жүру. Одан кейінгі белгісі, үйге, бала-шағаға қараудан қалады. Яғни бұрын үйіңіз тап-тұйнақтай таза тұратын болса, қазір ат қорадан айырмасы болмайды. Бала-шағаңыздың да үсті кір қожалақ, тамақтары тоймаған, жылауы көп, яғни бала-шағаның да жай күйі болмай кетеді. Неге? Өйткені ол әйел шеше позициясында жүрген жоқ, ол маленькая девочка позициясында жүр. Сол себепті осындай проблемалар отбасыңызда болмасын десеңіздер, әйеліңіз де, еркегіңіз де психологиялық сауаттылықтарыңызды арттырғандарыңыз дұрыс. Әйтпесе, бұл нәрсе неизбежно. Мейлі 5 жыл бірге өмірден кейін, не болмаса 10 жыл бірге өмірден кейін. Сол себепті мен сіздерге көмектесе аламын. Егер де осыны анықтағыңыз келсе, ол жағынан да көмектесе аламын. Жоқ болмаса, отбасылық қарым-қатынастарыңызды түзеймін десеңіздер де көмектесе аламын. Менің мақсатым, маған келген клиент өзін бақытты сезініп кету үшін жұмыс жасайтын боламын.